Ə'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Жоқтан бар еткен, үйген қаннан жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақтар мен шүкірлер болсын. Екі дүниенің сардары пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сәлемдер мен салауаттар болсын. Шабан айының кіріп келгені баршамызға құтты баянды берекелі болсын. Яғни Рамазан айына 27 күн қалды. Әрбір күнімізді аятпен, хадиспен әсемдейік. Бүгін Сайидул Айям жұма. Жұма баршаңызға құтты баянды берекелі болсын. Бүгінгі аят хадисіміз шыншылдық. Алла Тағала Тәубе сүресінің 119 аятында: Ә'удhu биллахи минеш-шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману аттақуллаха ва куну мa'ас-садиқин. Ва иман еткендер, Алладан қорқыңдар. Алланың бұйрығын орындаңдар, тыйғанынан тыйыңдар. Хам шынайы түрде иман келтірген шыншылдармен бірге болыңдар. Қараңыз, Алла Тағала Тәубе сүресінің 119 аятында Алладан шынайы қорқыңдар. Алланың бұйрықтарын орындаңдар. Және тыйған тыйымдардан тыйылыңдар. Және де біз кімдермен бола керек екенімізді Алла Тағала не істеп отыр? Бізге айтып жеткізіп отыр. Шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Ибн Мас'уд радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ізгілік, шыншылдық бұл ізгілікке, ал ізгілік адамды жәннатқа жетелейді. Кісі өзінің өмірінде шыншылдықты өмірлік ұстанымына айналдыратын болса, үнемі шыншыл айтады, шындықты айтатын болса, Алла Тағаланың құзырында ол адам шыншыл деп жазылады. Суайттық, азғындық ол тозаққа барады. Кімде-кім өзінің өмірінің ұстанымына өтірік сөйлеуді алатын болса, өтірік сөйлейтін болса, ол Алла Тағаланың алдында өтірікші, кәззап деп жазылады. Хадис Бухари, Муслим. Көрдіңіздер ме, құрметті бауырлар? Біз шын сөйлеу арқылы Алла Тағала біздің дәрежемізді соншалықты биік қылып, жәннаттың төрлеріне шығарады екен. Ал қанша өтірік сөйлеген сайын бізде мұң пайда болады, өміріміз артқа кетеді, және де Алланың алдындағы дәрежеміз өте төмен болады екен. Сол үшін қандай жағдай болмасын, қандай сәттер болмасын, шындықты, шыншыл болуды Алла Тағала нәсіп етсін.